бір жақсылық демалам деп едім, әттең есікті қағып тұр, қарасам келіп тұр. Наконец-то көйлектерді ұялмай киіп көрем. Онда жылдам жинал, бірге қыдырып қайтайық. Қош келдіңіз, Еламан. Ой, қош көрдік, қалайсыздар, амансыздар ма? Аман есен, өзіңіз қалайсыз? Шығармашылық жағы жақсы дамып жатыр екен, көріп жатырмыз. Шүкір. Енді сол видеолардан бастайықшы. Осы видеоға алғашқы идея қай жақтан келді, кімнің демеушілігімен болып жатыр? Біз енді жайдарман ойнаймыз ғой жалпы, негізі. Осы Тараздың атынан өзіміз жайдарманда ойнадық біраз жыл, енді әлі де ойнап жатырмыз, енді шүкір. Біз енді жайдарманда бәрі бар ғой, білесіздер ғой, жаңағыдай. Ән де айтылады, би де айтылады, біздің жайдарманда жаңағыдай актерлық шеберлік те бар, сахна мәдениеті деген сияқтының барлығын қамтиды да. Сондықтан да біз енді осы жайдарманда біздің ұстазымыз бар, өзіміздің Қасиет Кәрім деген кісі. Сол Қасиет Кәріммен біз енді үнемі тығыз байланыстамыз. Жаңағыдай әзіл жазатын болсақ та ол кісімен ақылдасамыз, мынандай тақырыптарға жазсақ қалай болады. Ол кісі өзінің ақылын айтады, ол кісінің жазып берген талай шығармашылықтары бар да біздерге арнап. Сондықтан да менен сол кісімен біраз болды, көп ақылдасып жүрдім. Осы Қасақа, осы Инстаграмға бір контент жасау керек еді. Не істесек болады, жалпы қандай тақырыптарда істесек болады деп. Қазір енді бір вайн бірдеңе түсіргіміз келді негізінде ше. Біз енді біраз Тараздың өзінде де жаңағыдай сериалдар түсірдік, кішкене веб сериалдар болсын, бірақ енді біреу атты, біреу атпай қалды, жаңағыдай біраз нәрселерді көрдік та енді бәрін істеп. Енді болады енді жақсы, бірақ енді көбіне сол қатты бір ата қойған жоқ. Сонымен енді Инстаграмды қолға алайық, бірдеңе істейік деп сол кісімен қатты ақылдастық. Сол кісі маған осы стильді ұсынды енді жалпы. Бұндай стиль енді жалпы бар екен. Басқа елдерде де, негізінде Ресейде бар, басқа да елдерде болуы мүмкін. Біздің Қазақстанда да бұрындары болған дейді. Мен жалпы енді көрген жоқ екен, бірақ маған көрсетті, міне осындай кісілер істеген, бұрын істеп көрген деген сияқты орысша версиясын басқа. Сөйтіп ол кісі айтты, короче, рэпке осындай битпен әуенді вайн жасайық та деді ғой. Әуенді вайн, әуенмен, диалогтармен, былай-былай әртүрлі образда. Бірақ енді өте ауыр деді, себебі шынымен өте қиын. Еңбекті де қажет етеді. Енді біраз ауыр екен шынымен де, жаңағыдай образдарға кіру бар, ол ән айту керек болады оған, жаңағыдай. Сөйтіп сонымен ақылдастық. Мен айттым, Қасақа, давайте мен көрейін, осы стильді көрейік дедік тағын, сонымен жайлап бастадық. Алғашқы видеоңыз студент? Алғашқы видеом студент туралы болды. Енді біз бұны енді сол Қасақаның идеясы болды. Біз енді Қасақа дейміз ғой, жайдарманда Қасиет Кәрім ғой. Сол кісінің идеясы болды. Одан кейін менің досым бар Таразда, Медеу Мырзатай деген жігіт, өзі айтыскер ақын. Сол жігітке айттым, енді сөз жазу керек қой енді. Былай сөздерін енді өзім былай примерно жаза аламын, бірақ енді ақындар бәрібір бөлек қой, жаңа ұйқасын келтіріп күшті былайынан шығарып жазады да. Сонымен мен енді ол Медеу Мырзатай досыма хабарластым. Мен ауылда болған. Хабарластым, Медеу осындай Таразға барсам, осындай бір шаруашылық түреді, соны жасап көрсек сен жаза аласың ба деп. Ол айтты, рэп жаза алмаймыз ғой біздер деп ше. Ақын өлең болса мейлі, поэзия, анау-мынау, бірақ енді рэп жаза алмаймыз ғой. Мен айттым, көрейік та, давай мен көмектесем, қасында отырайық бірге. Битке түсіп отыратын нәрселер жазып берсең болды, сол битке түсе алатындай, буынын келтіріп жазсақ болды дедік тағына. Таразға келдік, бір аптадай сонымен айналыстық қой. Мама дегенде мен. Жазып болғаннан кейін де өзімізге қатты ұнаған жоқ, қорықтық. Жаңағыдай қалай болады, халыққа ұнайма, ұнамайма деген сияқты. Сонымен әйтеуір шүкір жазып болып, жазып шығарып, Инстаграмға желіге жүктеп едік, өте күшті кетті. Бізге кәдімгідей шабыт берді. Біз енді ойлаған жоқпыз, бұны әрі қарай жалғастырамыз, просто бір көрейік дедік тағына. Ұнағаннан кейін ойладық, что болды, уже 3-4 күннен кейін тағы да жаңа версиясын шығару керек деген сияқты. Осы бағытта әрі қарай жалғастыру керек. Енді Медеу Мырзатай деп айтып қалсыз, осы ақынға қазіргі таңда енді бірінші алғашқы видео бұл сіздерде тест ретінде өтті ғой. Одан кейінгі видеолардың текстерінде Медеу Мырзатай жазып жатыр. Одан кейін ол кісіге ақша жағы, гонорар жағы қалай? Ақша жағы өте жақсы, енді шүкір. Біз енді басында енді студент кезден бері бірге болғаннан кейін ол жігіттер енді ақша үшін жүрген жігіттер емес та, енді қасымызда бәріміз бірге болдық. Ол кісілердің де жаңағыдай бір тірліктері болса, біз бірге көмектесіп, солай бірге опыт алмасып жүрдік. Бірақ енді бәрібір енді еңбектің несі өтелу керек қой енді. Біз енді алғашқы жарнамамызды алғаннан кейін барып, бір 4-ші видеода ғой деймін, қателеспесек, сол кезде барып ақша төледім ол жігіттерге. Ол жігіттер бар, жалпы камераға түсіріп жүрген жігіттер бар. Эльбрус Алтынбай деген біздің камера түсіреді, монтаждайды өзі. Сол жігіттің бәріне жаңағы идея авторы бар бізде, Қасиет Кәрім. Сол кісілердің барлығына алғашқы жарнамадан кейін
ақшаны теңдей бөліп бердім. Алғаш ең көп просмотр мен лайк комментарийді көрген кездегі сіздің алғашқы реакцияңыз қандай болды? Мен өте шынымен енді күшті бір сезімде болдық. Енді бұл осыған дейін біз енді біраз нәрсе істеп көрдік та, жаңағыдай сериал дедік, инстаграмға да талай видеолар жүктедік, бірақ енді именно ондай статистиканы көрген жоқпыз біздер. Жаңағыдай репосттарды, жаңағыдай лайктарды, жаңағыдай пікірлерді керемет. Сонымен өте күшті сезімде болды, андай ерекше бір бізге қалған видеоларды жасауға мотивация сыйлады, кәдімгі тоқтамауға. Біз сөйтіп қазір енді аптасына 2 видеодан жүктеп отырмыз, себебі көрермендерді қатты қуантқымыз келеді, қатты сондай қошеметке. Енді әуелі Алла шүкір, абыройды беретінде, алатында Алла болғаннан кейін біз сол абыройлы болып жүргіміз келеді, жаңағыдай күшті болып, халыққа қайта ұсынғымыз келіп жатыр видеоларды. Пайдалы дүние ұсынуға, иә. Енді осы барлық образыңыз бар, барлық образды өзіңізді алып шығасыз. Бір видеода кемінде 5-6 образды алып шығасыз. Қиын емес пе? Қиын емес, енді былай өзіндік сәл бір қиындықтары бар, бірақ қатты особо қиын емес. Бізге сол қиын жағы киім жағынан ғой. Киімдерді не ғой, менің просто уже киімдерім бітті. Бүкіл видеоға түсіріп, менде даже көшеге уже шығатын, мына киімді да мен өткенде машина алдым деген неде кидім да. Мен шыға алмай жүрмін кәдімгі далада. Кілең сол түскен видеоларыммен бір күні сол халатпен шығып жүрмесем болған еді, әйтеуір маманың рөлін ойнап жүрген. Ата енді шүкір енді. Сол киім жағынан проблема бізде. Енді көріп отырса, егерде киім жағынан спонсор болған деген жөндер болса, деп айтсақ болатын шығар? Болады. Zara, MSQ. Сізде инстаграмыңызда негізі әлі де Night Show'дың сол мүшесі ретінде дейікші, құрамында барсыз. Неге ол жақтан кеттіңіз? Қаржы жағы қалай болды, сізге қалай айлық төленді деген сияқты? Ол жақтан кеткен жоқпыз біздер, ол жақтан енді білмеймін. Night Show біздің жалпы менің бір осы бір жайдармандағы жалпы бұлай осылай жүрген өмірімдегі ең бір күшті кездердің бірі болды. Себебі Night Show'ға мен енді келуімнің өзі өте бір қызық болды да, жаңағыдай. Біз жайдарманда жүрдік Маусымашарда, сол кезде Фемида Ақтөбе деген команданың капитаны Есет Мұрзағазиев деген ағамыз бар, өзіміздің. Сол кісі мені фойеде көріп қалды. Айтты, Елеман, сен не істеп жүрсің? Не тірлікпен айналысып жатырсың? Айттым, вообще тірлігім жоқ, бұрадан Таразда сол жайдарман ұйымдастырамын. Жалпы сол жайдарманның айналасында жүрмін, атак андай бір жұмысым жоқ дедім. Сосын айтты, бір шаруа бар еді, кешке сөйлесейік та деді. Мен давайте дедім. Сөйтіп кешке өзінің қонақ үйіне шақырды, өзі жатқан жеріне. Сөйтіп бардық, жаңа қасымда тағы да бізге Night Show'да жаңадан составқа ендік қой, құрамға енген балдармен бардық. Бірақ білгеніміз жоқпыз. Не нәрсеге шақырып жатыр, не үшін жинап жатыр, мен ойладым, енді бір КВН-ге байланысты бір ойынға бір жерге шақырып жатқан шығар деп, бірақ барғаннан кейін айтты, осындай Night Show'дан бізден бірнеше резиденттер кетіп жатыр, солардың орнына сендерді көріп жатырмыз, осы 4 жігітті алсақ деп жатырмыз, саған өздерің қалай қарайсыңдар деді. Мен кәдімгідей шок болдым. Себебі Night Show біз енді ютубтан қаншама көрдік, ол жердегі мықты ағаларымыздың жаңағыдай ойнап жүргендері, ол енді шынымен үлкен жоба ғой, енді былайша айтқанда. Ол жақта Ақылбек Досжанов ағамыз, Еркебұлан Мырзабек, Марат Оралғазин сияқты ағаларымыз жұмыс жасайды да, ол жақта басшылығында. Сонымен кәдімгідей бір күшті сезім болды, бірақ бір жағынан өте қатты қорықтым. Себебі Night Show ол енді тапқырлыққа, жаңағыдай импровизацияға негізделген жоба болғаннан кейін, ол жерде нағыз енді сынға түсесің. Сенің жайдарманшы екеніңді андай кәдімгідей дәлелдеу керек болады ол жерде. Алдында дайындалып бара алмайсың, ол жерге сол сахнада болады. Сол жағынан қатты қорықтым мен. Бірақ әр сахнаға шыққан сайын, әр передача сайын ерекшеленіп жүрді. Шыққан сайын, сәлде болсын, сол бір жаңағыдай подкатты, жаңағыдай ұнайым дейтін айдар бар. Оны өзіңіз жазып жүрдіңіз ба әлде? Бірақ енді балдар көмектесті, біздің командадағы балдар бар ғой. Сол жігіттермен біраз ақылдасып, не айтсам болады деп идея, жаңағыдай ағалардан сұрап, жалпы солай дайындалып жүрдік жалпы подкаттарға. Осыдан 2 жыл бұрын медиум құрамасында, енді өзіңіз де сол құрамадасыз ғой, Кенесбаев Саматпен бір жоба, яғни сериал Движуханы бастадыңыздар. Бірақ ол жалғасын таппады, 5 сериядан тоқтап қалды. Неліктен? Одан кейін 72-62 сериалына қадам бассыздар. Енді жалғасын таппайтын себебі енді біздер тым жақсы түсіріп жүрген едік, негізі ол да тым жақсы бір кетіп жатты жалпы. Бірақ енді сол соңында айналып келгенде жаңағыдай қаражатқа тірелді. Енді әр видео түсіруге бізге енді қаражат кететін болды. Біз басында енді Байғали Жолдас деген біздің өзіміздің бауырымыз бар. Сол жігіт тегін түсіріп жүрді, полный соның несін тегін түсіріп берді. Тегін монтажын жасады. Сол жігітке бір төлеп қою керек еді еңбегін негізі. Сол сөйтті тегін не істеді бізге полный.
Енді бізде енді оны тегін полный алып та жүре беруге қатты ұялып кеттік. Негізі уже 6 серияны ма полный тегін түсіріп бізге тегін монтаждап берді. Енді ары қарай өзімізде де ақша болған жоқ, жаңағыдай реквизиттер алатын, жаңағыдай былай жүретін, көлікпен жүретін деген сияқты. Сонымен сондай жағдайларға байланысты тоқтап қалды. Бірақ енді ол сериалда бізге Асхат Олжабай деген ағамыз, өзіміздің ағамыз демеушілік етті. Енді ол кісіден де біз енді полный бәрін сұрай беруге ұялдық. Сонымен тағы да сонымен қойып кеттік тағыны, кейін тағы да жаңағыдай 72-62 мет, мен даже атын да ұмытып қалыппын ана сериалдың. Сол сериалды да түсіруге ниеттендік. Ол сериалда да тағы да сол өзіміздің Асхат Олжабай ағамызға бардық. Мә ақша беш, мә бізде түсірейікші өтініш деп. Ол тағы да бізге сеніп ақшасын берді. Ол сериалымыз атпай қалды, өкінішке орай. Сонымен қарайтын бет жоқ Асхатқа деп па. Асхат мырза, көріп отырсаңыз, сіз туралы. Ойнап айтамын, енді Асхат нағыз бір Тараздағы мықты ағаларымыздың бірі ғой. Бізге әлі күнге дейін көмектесіп келе жатыр. Әлі күнге дейін менің осы біз енді қазір Инстаграмға салып жүрік қой видеолар. Сондағы басындағы видеолардың біразын сол кісінің қаражатына түсірдік біздер, сол кісінің көмегімен. Қазір жарнама алғаннан кейін барып, жаңағыдай өз ақшамызға түсіріп жүрміз. Так сол кісі бізге демеуші әлі де. Жайдарманда да талай бізге демеуші болған. Асекеңе үлкен алғыс. Сіз Жайдарманды 2017-те бастадыңыз, е? Иә, мен 2017-те өзім Таразға келдім. Негізі менің әке-шешем бәрі Қарағанды облысы Приозерск деген қалада тұрады, Балқаш жақта. Енді айтайын деп жатырсыз. Айтайын деп жатырсыз ба? Мен сол жақта оқыдым 11 жыл. Кәдімгі өзім Чуда туылған, негізі Жамбыл облысында Чуда туылдым, бірақ енді біздің үйдегі әке-шешеміз жаңағы жұмысқа байланысты, енді отбасылық жағдайларға байланысты сол жақтарға көшіп кетті. Мен полный сол жақта өстім. Сол жақта 11 жыл оқыдым. Содан кейін достарым бар еді. Осы Тараздан. Солар мені осы жерге оқуға шақырды. Тигуға ше? Тигуға оқыған жоқ, мен Тигуға шақырды, короче, мә грамоталарыңды көрсетсең грант береді екен, короче, деді. Мен соған келдім, енді грамота көп еді менде, мектепте активист болдым жаңағыдай. Бірақ грант бермейтін болды. Сонымен мен үйдегілермен сөйлесіп, Таргуге түссе онда деді. Сонымен қарама қарсы Таргуге түсіп кеттім ол. Таргуде филология мамандығы? Қазақ филология мамандығын бітірдім мен. 17-те түстім дағыны, 21-де бітірдім. Сол сала бойынша жұмыс жасадыңыз ба? Ол сала бойынша мүлде жұмыс жасаған жоқпын. Осы Жайдарманның? Тек осы Жайдарманмен жүрдім. Сіз 2018-де Әулие-Ата чемпионы болдыңыз. Бірақ вышкада емес, местныйда. Неге әлі медиум чемпион бола алмай жатыр? Енді біз енді жалпы бұған дейін де енді біраз командалар, енді жалпы Жайдарманда чемпион болу енді өте қиын нәрсе енді. Қиын болғанда қалай, енді тез жеткендер бар оған, енді жете алмай кеткендер бар, енді ол бәрі бұйырғанынан болатын нәрсе ғой, енді бұйырғаны бар, жаңағыдай еңбек бар, қатты жақсылап ойнау керек деген сияқты стабильно. Енді білмеймін, енді бұйыртса может болып қалатын шығармыз деп те сол ниеттеніп жүрген, болғымыз келеді, бәрі жайдарманшының арманы ғой, Жайдарманды сол чемпиондыққа әкеп кету дегенше жаңағыдай орнына қою. Енді бізден енді Құдайға шүкір Тараздан кеше Жуалы ағаларымыз чемпион болды 2024-те, бірақ оған дейін Жайдарман тарихында бізде жалпы Жамбыл облысынан ешқандай чемпион шықпаған. Иә, сол Жуалы командасы бір демалыстан кейін қайта шығып жарды. Мүмкін сіздерге де демалыс керек шығар? Білмеймін, мүмкін. Әлде осы видеолардан кейін сіздің лицоңыз чемпион болуға көмектеседі деп ойлайсыз ба? Білмеймін, ойламаймын. Ол екеуі екі бөлек нәрсе сияқты негізі. Жайдарманда бөлек, Жайдарман қиындау негізі. Әлеуметтік желіде мысалы қазіргі таңда сіздің видеоларыңыздың текстін ауыстырып, бағана айтып жатырсыз, қанша адам атсалысады бір видеоға. Өзіңіз білесіз, қанша еңбек екен. Текстін ауыстырып, рекке шығып, өздерінің дүниелерін реклама жасап, сол арқылы табыс тауып жатқан адамдарға не дейсіз? Авторский право деген нәрсе бар. Енді білмеймін, енді былайынша айтқанда андай тренд сияқты ғой, мысалы TikTokқа да біреудің бір звугі шығып кетсе, сол звукқа бәрі түсіреді ғой. Жоқ, иә, ол звукпен түсіреді, бірақ битті қалдырып сөзін ауыстырып жатқандар. Енді бәрібір енді ешкімнің аузына қақпақ бола алмайсың ғой, негізі ол әрқайсысына бір ондай адамдар көп та қазір, оны әрқайсысына звондап, 60-та бірдеңе десең, ары қарай сәл ұят сияқты ондай тірлік ше. Сондықтан бәрібір енді білетін адам біледі, енді оригиналы міне осынікі деп білмейтін адам ары қарай көріп жүре берсе де болады, оған қатты біз ренжімейміз жаңағыдай. Қатты андай неміз жоқ жаңағыдай. Алаңдамаймыз оған. Түсіріп жатыр екен ал деп. Иә. Қарапайым болып тұрсың. Может сондай. Енді мен бағана айтып қалдым сізге, сіз туралы біраз қызықты фактілер бар деп. Тойға тамада болып барып, сөзін ұмытып қалып, тойды басқармай кетіп қалған. Құдалыққа барғам, иә, құдалыққа барғам.
енді ақша қажет болды шынымен. Енді сөйтіп бардым дағыны амандасуымды ұмытып қалдым. Қайтып кеттіңіз? Иә, арма алтыннан ардақты, күмістен салмақты деп басталу керек. Сол арма деген жерде қалып кеттім мен. Алтыннан ардақты дегендер вообще есіме түскен жоқ мүлде. 3 рет қайттан басынан бастадым. Арма деп ұмытқаннан кейін тағы да айта бер бала, ұялма деді да. Сонымен арма деп қайттан бір қарап шықтым бәріне. Айта бер, ұялма деді. Сонымен қатты қызғарып, сол жерде қатты андай позор болдым да андай. Кетіп қалдым да, әпкеге айттым да, мен басқара алмаймын вообще қазір ана елді халықтың алдына. Жаттап алса бір дайындалып келсем, мен вообще шыға алмаймын енді дедім, короче. Сөйтіп сол кісілерден де сәл ұят болды. Дайындықта ойын кезінде, мысалы жайдарманға дайындық кезінде Еламан сөзін сыбырлап жаттайды дейді текстін. Иә, бізде енді жайдарманда енді әркімнің өзінің рөлі бар ғой енді. Менікі маған енді көп жаңағындай тексттер түсіп қалады, жаңағындай көбіне көбірек айтатын жерлер маған түседі да, енді сондықтан мен енді көбінде балконға шығып кетемін, жаңағындай тыныш жерге барып, себебі оны жаттау керек болады. Бірақ енді қасымдағы жігіттер де жаттап маған көмектесіп жүреді, себебі сахнада маған сыбырлап айтып тұрады. Себебі ол үлкен текст, көп тексттерді жаттау өте қиын. Ондай бүкіл командада бар деп ойлаймын. Барлық командада. Мамандығыңыз филолог, қазақ тілі, қазақ әдебиеті. Енді бұл сізді қазір барлық Қазақстан таниды десек те болады. Ары қарай осы саламен кету ойда бар ма, әлде филологияға мұғалім болып балаларға білім нәрме осындай? Білмеймін, сол енді мен мұғалім болсам енді осы уақытқа дейін негізі болатын едім. Бірақ енді қатты болғым келген жоқ. Ол енді жаңағыдай мұғалім мамандығын жек көргеннен емес, просто жаңағыдай өзімді ондай мұғалім ретінде көре алмаймын. Мен ол балаға білім беретін адам да өте қатты, ол баладан да білімді болу керек деп ойлаймын мен, чтобы сен біреуге білім үйрету үшінші. Ал мен енді білмеймін, енді оны қаншалықты балаға үйрететіндей білімім бар жоғын. Бірақ енді просто жай ғана мұғалім болғым келген жоқ. Осындай өнер адамы, жаңағыдай бір осындай бір нәрселердің арасында жүрсем деп бала кезден армандадым. Әнші болсам, актер болсам деген сияқты. Қазір енді Құдайға шүкір, әншілікті де, актерлықты да пока Инстаграмда қатар алып жүрмін. Бірақ енді бұл қаншалықты ұзағынан сүйіндіретін, енді ол бұйыртқаны енді Құдайдан. Ал біз көре береміз, Құдай қаласа, бұйыртқанынша. Темекіні 2xпен шегетін қай қала? Біз анау Астанада айтқанбыз ғой. Бір ойында болғанда, өткен осы 2024 жылдағы. Енді Астана суық қой енді жалпы. Сол суықта, Астана жаман суық, адамдар далада темекіні 2xпен шегіп жатыр деді да, типа. Сотканың камерасына Еламан лайф жасай алмайды дейді, ұялады. Сторис па? Аха. Сторис мүлде жасай алмаймын, шынымен ұялам қатты. Неге? Білмеймін, мен былай ұстасам ондай біртүрлі көрініп кете береді түрім, өзіме вообще ұнамайды. Сол үшін көбіне мобилограф алып жүру керек екен түсіндім мобилографтардың сол кезде. Осы видеоларыңызды профессиональный оператор түсіреді, значит, бұларды ұялмайсыз, бірақ лайф жасада ұяласыз. Лайф сөйлей алмаймын. Қазір енді жұлдыз болдыңыз ғой, звезда болдыңыз Инстаның. Енді алдағы уақытта сторисқа сөйлеп шығу ойда бар шығар? Сөйлеп шығу ойда бар, иә. Қанша ұялсаңыз да? Ұялсақ та шығу керек болып тұр, иә, шынымен. Бәрі айтып отыр маған, шықсайшы бірдеңе деп. Просто қатты ұялып жүріп шығуға. Енді осы видеоларға ата-анаңыздың, өзіңіздің отбасыңыздың көзқарасы қандай? Өте күшті. Мен енді ата-анама үлкен рахмет айтам, әке-шешеме, ағама, жеңгеме, Айдан аға, соның ішінде. Айдан аға, түсіңіздер ғой кім екен. Енді алдағы уақытта үйленуге жоспар бар ма? Үйленуге жоспар бар, иә, себебі жасым қазір 26-да. Енді үйдегілер осы уақытқа дейін маған әлі күнге дейін ұрсып жүр, үйленбейсің ба, бірдеңе. Біз енді осы жайдарманда ойнадық қой енді жалпы. Мен үйге қайтқан жоқ, мен үйдегілер әлі бізде президентте тұрады, Қарағанды облысында. Андасында барып тұрамын, енді демалыстарда ше. Бірақ енді үйдегілер қатты айтып жүр маған, болды ғой енді. Бұл видео шықпағанға дейін үйдегілер айтатын, болды балам, енді қоя ғой, өнер жолын қудың, қаншама жайдарман ойнадың. Болды енді шығатын еді ғой деген сияқты айтты да, енді үйленіп, отбасын құрып, дұрыстап, ақша тап, не қыл деген сияқты. Сонымен мен айтып кетіп едім, осы соңғы осы видеоларды бір істеп көрейін. Осы видеоларды атпаса қоям деп кетіп едім. Бірақ енді шүкір бұл видеолар жақсы кетіп жатыр. Сонымен үйдегілер де риза. Енді сол тезірек үйлен деп отыр, енді бұйыртса үйленемін. Енді алдағы уақытқа шығармашылық жоспарларыңыз қандай? Шығармашылық жоспар пока енді қатты бұлай жоспарымыз жоқ.
білмей тұрық енді өзіміз де шок болдық енді мынау тез болып кетті да енді содан да қорқыныш болып тұр да жаңағыдай тез болған тез жанған жұлдыз тез сондай да бар соған енді қатты қорқып жүрміз ол қалай болады енді бәрібір бұйыртқан ғой бірақ енді алда жоспарлар пока осы видеоларды жасау одан кейін бір жаңағыдай танымал кісілермен коллаборацияға да көшуіміз мүмкін болып тұр жаңағыдай ұсыныстар бар ма қазіргі таңда сондай танымал адамдардан ұсыныстар пока жоқ пока жоқ бірақ өзім ұсыныс жасасам деп тұрмын пока мына стиль сәл может бір жалықтырған кездерде кішкене разбавлять ету үшін алда қанша видео шығады қанша видеоңыз шықты қазіргі таңда бұл қазір мысалы ене мен келін туралы шығарды студенттік бала туралы шығарды мұғалімдер туралы шығарды қазіргі таңда енді алдағы уақытта тағы қоғамдағы өзекті мәселелерді алып өтесіз ба әлде ұсыныс бойынша жұмыс жасайсыз ба жоқ енді алды біздің қазір енді 7 видеомыз шықты біз құдай қаласа қазір 8-9 видеоларды дайындап жатырмыз бәрі сол жаңағыдай жизаға байланысты ғой жаңағыдай өмірлік жизалар көп жаңағыдай автобуста болатын жизалар деген сияқты мысалы садикте балабақшада ауруханада біз енді негізінде сол өмірлік әзілдерге негізделген ғой мына жақта тағы да бір-екі сұрақ бар екен бізде қойып өтейін оны иә давайте бұл бастама енді осы видеолардағы бастамаңыз Еламанның медиумнан кеткенін білдіре ме әлде медиуммен тағы жайдарманға шығасыз ба медиуммен жайдарманда біргеміз ғой иә құдай қаласа жақында уже Астанаға баратырмыз жолға шығып жатырмыз Астанада бізде 15 мен 22 аралығында үлкен жайдарман фестивалі өтеді сол жақта ойнаймыз құдай қаласа жалпы осы 25 маусымда бұйырса ойнаймыз маусымда медиумнан кетпейсіз иә конечно жайдарман өнер қырандарының киносына реклама жасадыңыз молда жақында шығатын иә 20 ақпан ол тегін болды ма әлде сол жақтан келген ұсыныс болды ма жоқ сол жақтан да келген ұсыныс болды тегін болған жоқ бізге енді расходтарымызды нелеріміздің барлығын төлеп берді бірақ андай жаңағыдай ағаларымыз ғой біз олардан жаңағыдай жоқ олар енді береді бәрібір ол біз де сұраған жоқпыз бізге просто өзімізге қызық болды тек өнер қырандарымен видео жасау жалпы өнер қырандарына видео жасап беру деген ол үлкен жетістік сияқты сондықтан да біз қуана кәдімгідей өзіміз кірісіп давайте қашан ертерек бүйтейік сөйтейік деген сияқты варианттарды өзіміз қарастырдық осы күнге дейін осы медиумға жайдарман командасына енді спонсор жағы қалай болды біздің басшылық жағынан өте жақсы болды иә Жамбыл өңірі бізді талай қолдады үлкен алғыс айтамыз әкімшілікке бізді әкімдер де қолдады сол әкім мырзамыздың айтуымен жаңағыдай тасымалдаушы компаниялар да қолдады біраз ағаларымыз қолдады жаңағыдай Асхат Олжабай бар Абзал Есіркепов Қайрат Мекілесов сынды ағаларымыз бар Айжан Әуелбекова сынды әпкелеріміздің барлығы бізге осындай қолдауларын көрсетіп Жомарт Зұлыпқар сияқты біраз ағаларымыз бар енді айта берсең көп ол Серік Болберқожа бүкіл бізге осы жайдарманның осы Жамбыл облысында жүрген ел ағалары біздің осы медиум командасына жалпы басқа да командалардың барлығына үлкен қолдауын көрсетіп жатыр сондықтан да Жамбыл өңіріне Жамбыл жұртшылығына үлкен алғысымызды білдіреміз алдағы уақытта енді көп адам негізі танымал адамдардың бәрі Тараздан шығып жатады жартысы десек те болады алдағы уақытта басқа қалаға қоныс аударып немесе басқа қалада жұмыс жасап көру ойда бар ма пока ойда жоқ бірақ енді пока осы жер бізге ыңғайлы болып тұр өте біздің контенттерді жасағанға да себебі біздің команданың бүкіл балдары осы жақта тұрғаннан кейін олардың барлығын бірдей алып кету мүмкін емес сол үшін пока осы жақтамыз құдай қаласа соңғы сөзді өзіңізге берейін рахмет құрметті достар құрметті ханымдар мен мырзалар сіздерге көп рахмет енді бұның бәрі әуелі Алла кейіннен жаңа біздің командамыз бар отбасымыз бар кейіннен осы сіздердің үлкен қолдауларыңыздың арқасы деп білеміз біз енді сіздер болмасаңыздар осылай сіздер қолдап қошеметтеп осылай көтеріп бізге жақсы бір пікір айтпасаңыздар біздер бұның ешқайсысын да жасамас едік себебі сіздердің сөздеріңіз сіздердің әрбір қолдауларыңыз бізге біздің командаға біздің отбасымызға үлкен мотивация береді сондықтан да аман жүріңіздер құдай қаласа сіздерді алдағы уақыттарда жаңа видеолармен қуантамыз деген ойдамыз бізбен бірге болыңыздар рахмет барлықтарыңызға көп рахмет Еламан рахмет сіздерге де көп уақыт бөліп келіп бізге қанша уақыттан кейін қолым жетті негізі сізге
уақытыңызды алтындай уақытыңызды бөліп бізбен Иә, иә. сұхбаттасуға келісім бергеніңізге рахмет. Енді алдағы уақытта сізге тек шығармашылық табыстар тілейміз. Өсе беріңіз, өне беріңіз, тараздың атын шығара беріңіз дегім келеді. Әумин, әумин бұйыртса. Рахмет көп сіздерге де. Сау болыңыздар достар.